Самай сүйегі ос темпорале күрделі жұп сүйектердің қатарына жатады. Ол сыртқы есту жолының айналасында орналасқандықтан үш бөлімі ажыратылады. Қапшақты бөлігі парс сквамоза, дабылдық бөлігі парс тимпаника және тастық бөлігі парс петрозадан тұратын болып табылады. Қабыршақты бөлігі вертикалды бағытта орналасқан сүйекшелік табақ ретінде сипатталады. Осы қабыршақты бөлігі мен дабылдық бөлігін өзара бөліп тұрған саңылау дабыл қабыршақты саңылау, яғни фиссура тимпана сквамоза деп аталады. Бұл фиссура тимпана сквамоза кейінірек төменге қарай жүре отырып, тасты қабыршақты саңылау фиссура петра сквамоза және тасты дабылдық саңылау фиссура петра тимпаника арқылы бөлінетін болып табылады. Осы қабыршақты бөліктің сыртқы беті самайлық беті, яғни фацис темпоралис, бұл самайлық шұңқырдың қалыптасуына қатысатын болып табылады. Осы самайлық шұңқырдың астыңғы бөлігін осы бет сүйекті өсінді процессус зигоматикус құрайтын болып табылады. Бұл процессус зигоматикус бет сүйектің самайлық өсіндісімен қосыла отырып, беттің доғасын түзетін болып табылады. Бет сүйектік өсіндінің астыңғы бөлігінде бізде буындық төмпешік орналасқан. Буындық төмпешік туберкулум артикуляре деп аталады. Ал оның артқы бөлігінде айқындалмаған, яғни анық көрсетілмеген буын арты төмпешік туберкулум ретроартикуляре орналасқан. Осы буын арты төмпешік пен буындық төмпешіктің арасында осындай шұңқыр қалыптасады. Бұл бізде жақ сүйектің шұңқыры фосса мандибулярис деп аталады. Бұл шұңқырға бізде жақ сүйектің осы өсіндісі келіп бекетін болып табылады. Қабыршақты бөліктің ішкі, яғни милық беті фацис церебралис. Бұл жер бізде тегіс емес, яғни бұл жерде бізде мидың батыңқылары орналасқан. Ол импрессия дигитаза деп аталады. Батыңқылардың арасындағы көтеріңкі бөлік, ми көтеріңкілері юга церебралис деп аталады. Сонымен қатар осы милық бетінде бізде менингиалды артерияның жүлгесі көрінеді. Ол сулькус артерия менингия медиале деп аталады. Самай сүйегінің дабылдық бөлігі парс тимпаника сыртқы есту өтісінің айналасында орналасқан. Сыртқы есту өтісі hiatus acusticus externus деп аталады. Осы дабылдық бөлігінде оның сыртқы есту өтісіне өтетін сыртқы есту тесігі орналасқан. Ол porus acusticus externus деп аталады. Осы дабылдық бөлігі, яғни парс тимпаника қабыршақты бөлігі мен тастық бөлігінен екі саңылау арқылы бөлініп тұрады. Біріншісі фиссура тимпана сквамоза, яғни қабыршақты дабылдық саңылау. Екіншісі фиссура тимпана мастодея, яғни дабыл емізікті саңылауы. Осы екі саңылаудың арқасында біз осы дабылдық бөлігін ажыратып қарай аламыз. Самай сүйегінің тастық бөлігі парс петроза немесе пирамидалық бөлігі парс пирамида деп аталады. Ол пирамида деп атау себебі оның жоғарғы беті, артқы беті және төменгі беті бар, пішіні пирамида тәрізді үш бұрыштан тұрады. Сол үшін пирамидалық бөлігі деп атайды. Оның алдыңғы жоғарғы беті фацис anterior partis petrosa, артқы беті фацис posterior partis petrosa және төменгі беті фацис inferior partis petrosa деп аталады. Олар өзара оның жоғарғы жегімен, төменгі жегімен және артқы жегімен бөлінетін болып табылады. Бірінші айтатынымыз оның тасты бөлігінің жоғарғы беті фацис anterior partis petrosa. Бұл жерде айтатын бірінші зат оның шекарасы. Оның шекарасы жоғарғы тастық қойнаудың жүлгесі sulgus petrosi superioris. Осы жерден жоғарғы тастық қойнаудың жүлгесі өтеді, ол оның шекарасы болып табады. Сонымен қатар осы жоғарғы бөлігінде біз мынандай көтеріңкі келген, оның доға тәрізді көтеріңкісін көре аламыз. Eminentia arcuata деп аталады. Сонымен қатар осы тастық бөлігінің ұшына қарай осы жерде біз батыңқыны көре аламыз. Бұл батыңқы ішкіл нервтің батыңқысы импрессия тригеминалис деп аталады. Сонымен қатар осы доға тәрізді көтеріңкінің артқы бөлігінде, яғни қапшақты бөлігіне жақын жерде дабыл қуысының қақпағы tegmentum tympani орналасқан болып табылады. Осы tegmentum tympanиден төменге қарай бізде үлкен тасты жүйкенің жүлгесі sulcus nervi petrosi majoris, кіші тасты жүйкенің жүлгесі sulcus nervi petrosi minoris орналасқан. Олардың әрқайсысы өзіндік саңылауынан тұрады. Бірінші үлкен тасты жүйке өзегінің саңылауы hiatus canalis nervi petrosi majoris. Екіншісі кіші тасты жүйке өзегінің саңылауы hiatus canali nervi petrosi
минористан тұратын болып табылады. Артқы беті фацис постериор партис петроза деп аталады. Оның шекарасы осы үлкен тастық қойнаудың жүлгесі мен кіші тастық қойнаудың жүлгесі болып табылады. Кіші тастық қойнаудың жүлгесі сүлгі синус петрози инфериорис деп аталады. Осы артқы бетінде біз ішкі есту тесігін көре аламыз. Ол порус акустикус интернус деп аталады. Ол әрі қарай осы ішкі есту жолына миатус акустикус интернусқа жалғасатын болып табылады. Осы сыртқы есту жолының артқы бөлігінде біз доға асты шұңқырын көре аламыз. Доға асты шұңқыры фосса суб аркуата деп аталады, өйткені ол осы доға тәрізді көтеріңкінің астында жатқандықтан доға асты шұңқыры, яғни фосса суб аркуата деп аталады. Осы артқы бетінде біз екі тесікті көре аламыз. Біріншісі ұлудың сыртқы тесігі апертура экстерна каналикули кохле деп аталады. Ал оның жоғарғы бөлігінде су құбырының сыртқы тесігі апертура экстерна акведуктус вестибули деп аталады. Сонымен қатар осы артқы бөлігінде бізде осындай үлкен болып көрінген сигма тәрізді қойнаудың жүлкесі сүлгі синус сигмоиден көре алатын болып табамыз. Сонымен қатар осы артқы бөлігінің сыртқы бетінде біз осындай кішкентай тесікті көреміз. Бұл тесік бізде емізік тәрізді тесік форамен мастоидиум деп аталады. Келесі осы тастық бөлігінің төменгі бөлігі беті болып табылады. Төменгі беті фацис инфериор партис петроза деп аталады. Бұл жерде біз екі өсіндіні көре аламыз. Біріншісі ол бізде біз тәрізді өсінді. Біз тәрізді өсінді процессус стилайдеус деп аталады. Осы біз тәрізді өсінді ол үшкір болып келетін болса, оның төменгі бөлігінде бізде жайпақтау келген бөлігі емізік тәрізді өсінді процессус мастоидеус орналасқан болып табылады. Осы процессус мастоидеус пен стилайдеустың арасында, яғни біз тәрізді және емізік тәрізді өсінділердің арасында осындай шұңқыр орналасқан. Бұл шұңқыр біз емізік тәрізді тесік форамен стела мастоидиум деп аталады. Сонымен қатар осы төменгі бөлігінде біз осындай шұңқырды көре аламыз. Бұл шұңқыр мойындырық шұңқыры деп аталады. Ол фосса югулярис. Мойындырық шұңқырдың жоғарғы бөлігінде осындай өзек орналасқан. Бұл өзек сыртқы ұйқы артериясының өзегі каналис каротикус экстернус болып табылады. Сонымен қатар осы сыртқы ұйқы артериясының өзегі мен мойындырық шұңқырдың арасында осындай бөлікті көреміз. Бұл бөлік фуссула петроза, яғни тастық шұңқырша деп аталады.